Егер де сіз Америкада қандай бір жағдаймен ауыратын болсаңыз, ауруханаға барып көріну өте қымбатқа соғады. Сол себепті Америкада медициналық сақтандыру қорын қалай аламыз? Егер де медициналық сақтандыру қоры болмаса, жағдайыңыз қалай болады? Тіркелуді ұмытпаңыз. Америкада тұратын адамдардың көпшілігі медициналық сақтандыру алады. Медициналық сақтандыру алсаңыз, сіздің емханаға барып көрінген бағаңызды 100%-ін жаумаса да 90-95%-ін жауып береді. Сіз азғантай ғана ақша төлейсіз. Сонымен бір жағдай айтып беретін болсам, осыдан бір жыл бұрын біздің көршімізге Қазақстаннан адамдар келді. 3 баласымен, мамасының үлкен қызы түнгі 12-де ауырады. Бізге звондайды, көмектесіңдерші, біз ағылшын тілін жақсы білмейміз деп. Біз скорый шақыру қымбат болады деп. Сонымен жарайды деп қазақилыққа салып, мен машинаммен ертіп бардым. Барған кезде олар документ сұрайды. Олардікі Қазақстанның документі, мен өзім американский документ бердім. Сонымен ол кісілерді тіркеп, ағылшынша барлығы өзім